Баудан табылған бала. Түн пердесін түріп, жұрт түгел ұйқыға кеткенде, шарананың ыңғайлаған дауысы қараңғы даланы жаңғыртты. Ауладағы тапшанда ұйықтап жатқан Қалдыбек пен Самал шырт ұйқыдан оянды. Естің бе? Баланың жылаған дауысы. Қалдыбек Самалды түртті. Баудың аяқ жағынан естіліп жатыр. Тұрсай шей. Көршілердің баласы емес пе? Деді ұйқысын аша алмай, көзін уқалаған Самал. Қандай көрші? Көршілерің мына жақта тұрады. Баудың аяқ жағында ешқандай көршіміз жоқ. Ыңғайлаған дауыс үдеп барады. Самал керіліп тұрамын дегенше, Қалдыбек тәпішкесін аяғына іле сала, бау жаққа жүгірді. Телефонның шамын жағып алған өзі. Әйелі де сүйретіліп орнынан тұра бастады. Бісміллә, шайтан емес пе екен? Қалдыбек, тоқтай тұр, бірге барамыз. Қалдыбек деймін саған. Тоқта, ол шайтан емес пе? Деп қояды. Баяғыда бір жерден оқығаны бар. Шайтанның көзге нәресте болып көрінетін жайлы. Есіне түсіп еді, өне бойын үре билеп, қалтырап қоя берді. Баудың іші үлкен ғой. Қорықса да, күйеуінің ізінен еріп келеді. Аяқ қолдары дірілдеп. Дала қараңғы болғандықтан, аяқ астына жатқан томарды байқамай, бір кезде шалынып құлады. Оңбай құлады. Нәрестенің ыңғайлаған даусына Самалдың ойбай аяғым деп бақырған үні қосылып, түн тыныштығы бұзылды. Осы сәттен бастап, бұл отбасында берекесі бұзылатын сезгендей, жаңбырда сіркіреп қоя берді. Жаз ортасы болса да. Самал орнынан тұрып, үсті басын қағамын дегенше, Қалдыбек бау аяғына барып, қайта келіп қалды. Қолында жаялық оранған нәресте бар. Ентігіп тұр. Бір оңбағаның ісі ғой мынау. Кім болды екен ола? Неге біздің үйдің бауына тастап кетті бұл баланы? Мен барамын дегенше қашып кеткен сияқты. Ешкімді байқамадым айналадан. Ешкім жоқ дейсің бе? Құдайдан қорықпағыр біреудің ісі ғой. Обал-ай, обал. Ол ма қыз ба? Не істейін деп ең? Үйге кіріп алайық шалдымен. Деген Қалдыбек пен Самал баланы үйге алып кірді. Ұл бала екен. Жаялығы, киімдері таза. Күдімі де жақсы сияқты. Бірақ неге тастап кетті бұл баланы? Құдайдан қорықпағырдың ісі ғой. Осындай баланы қалай көзі қиып тастап кетті екен? Қай безбүйректің ісі бұл? Самал баланы тастап кеткен пендені сырттай сыбап отыр. Не істейміз? Милицияға хабарлаймыз ба? Қалдыбек басын тыр-тыр қасып. Білмеймін ғой, таң атсыншы. Самал баланы құшағына алып жұбата бастады. Ол жұбана қойды. Сол-ақ екен. Оның бойын ерекше бір сезім жанап өтті. Әсіресе нәресте емгісі келіп аузын ашқанда, тек көкірегі ғана емес, 62 тамыры иіп сала берді. Шыдап отыра алмады. Омырауын ашып жіберіп, баланы емізе бастады. Қандай сүйкімді еді баудан табылған бұл бала. Құдай-ау, аяқ астынан Самалдың әлемі өзгеріп сала берген нес. Әйелінің баланы емізіп отырғанына тіксінген Қалдыбек. Не болды соншама? Деді жатырқамай. Қалдыбек, ол бала екен ғой. Самал сөздің соңын жұтты. Не болыпты ол болса? Қалай ойлайсың? 3 қыздан кейін бізге жіберген жаратқаның сыйы деп ойламайсың ба? Қайдағы, не деп кеттің? Тиісті орынға тапсыру керек баланы. Бұл баланың тегі қандай? Бойында кімнің қаны бар? Ертең қандай бала болып шығады? Қасқырды қанша бақсаң да орманға қарай ұлиды. Қой шырағым, қайдағы жоқты айтпа. Қалдыбек, бұл бір ерекше бала екен. Қарашы, сүйкімді өзі. Жоға, қарамаймын түріне. Жүрегім ауырады. Қалдыбек, өтінемін. Баланы асырап алайықшы. Ұлданаймен тетелесі өсіп кетеді. 2 қыз бой жетіп отыр. Сол 2 қыздан кейін қаншама жыл әулие аралап жүріп, ұл сұрағанда тағы да қызды болды. Мынаны қарашы енді. Құдай беремін десе, терезеден береді деген осы шығар. Терезеден емес, баудан бере салды ғой, бау ішінен. Баудан табылған ақ балам. Ұйықтай қойшы жат балам. Самал ыңылдап әндете бастады. Санаулы секундтарда-ақ ол балаға бауыр басып үлгергені ме? Қалай? Өзі туғандай болып еміреніп барады. Есің дұрыс па сенің? Біреудің баласы бала болмайды. Біз бауыр басып қалсақ, ертең шешесі іздеп келсе не болады? Өзің қиналып қаласың байқұс-ау. Немене емізіп отырсың? Деп айқайлады Қалдыбек. Күйеуінің сөзін Самал елемей отыр. Балаға мейіріп түсіп кеткені сонша, күйеуінің күйіп пісіп айтып жатқан сөздерінің бірін естсе, бірін естпейді. Сәбидің басын сипап отырып, бір кезде Самалдың төрі бұзылып кетті.
Кеуіне бір, балаға бір кезек-кезек қарай берді. Нәрестенің оң жақ шекесінде қоңырдақ бар екен. Дақ емес, қал ғой. Қалдыбектің оң жақ шекесінде қал сияқты. Мұндайда сәйкестік болады екен-ау. Түсінсе бұйырмасын. Қалдыбек, мынаны қарасайшы. Бұл не? Деді көзі атыздай болған Самал. Не бопты? Әйелінің аларған көзінен қорқып кетті ме, үңіліп нәрестенің бетіне қарады. Мынауыс несі тағы? Бұл қалай? Қалдыбек тұрған жерінде сылқ түсіп отыра кетті. Қал ғой бұл, өсе келе үлкейеді. Тура сенікіндей қал. Пішіні де ұқсай ма? Екеуі де ойға шомып үнсіз отырып қалды. Бірі-біріне сұраулы жүзбен қарап қояды. Әрең тілге келген Самал: бұл тегін бала емес. Баланы асырап алуымыз керек. Қалдыбек, неменеге үнсіз қалдың? Сөйлесейші. Қалдыбек деймін саған. Самал ойға шомып кеткен кеуін түртіп: не дейсің? Қызық екен. Я, дұрыс айтасың. Бұл баланы асырап алуымыз керек. Осындайда сәйкестік болар ма? Алладан күндіз-түні жалбарынып сұрап едім. Көз жасым текке кетпепті. Тура өзімізден аумай қалған баланы топ етіп бере салды, деген Самал жаратқанға алғысын жаудыра бастады. Қалдыбек бері жақындап: таңғаларлық жағдай ғой бұл. Мұндайлар тек үнді киносында бола ма десем, өз көзіме өзім сене алар емеспін, деп баланың жүзіне тағы да үңіліп, зер сала қарады. Басын шайқап, тағы да ойға шомып кетті. Ұлданайға ұқсай ма? Оның да шаштары дәл осылай қап-қара қалың еді. Тура сенің шашың сияқты. Самал таңданысын жасыра алмай, нәрестені шешіндіріп, ары-бері аударып көре бастады. Құдай, түрінен сол баудан тапқан бақ балам, айналайын ақ балам, деп емешеге езіліп барады. Дәл қазір бақтан бас айналған соншалықты ешқандай артық ойды ойламады. Самал бақыттан тасыды. Қалдыбек те қуанды. Бірақ көңілі әлденеге алаңдаулы. Баланың бетіне қараған сайын еріксіз ойға сүңгіп кете берді. Сонымен олар баланы асырап алатын болып шешті. Тиісті орындарға да хабар беріп, тексеруден өтіп, келісімін алып, аз күннің ішінде балаға Құдай берген Қалдыбек ұлы деп құжатта жасатып алды. Самал екі сәбиді теңдей емзе бастады. Жас енді 2-ге толатын Ұлданай омырау сүтіне шыға қоймап еді. Оның аналық мейірімі тасып, омырау сүті күн өткен сайын молая берді. Қалада оқитын 2 студент қызда қуанып жүр, інілі болғандарына. Алаңдамай, күйеуге теберсек болады енді, деп қояды олар. Жап жақсы басталып, тып-тыныш жалғасып жатқан еді бұл шаңырақтағы өмір. Бірақ күн өткен сайын сәбиді көрген жандардың Қалдыбектен аумай қалыпты, Құдай беремін десе, ұқсатып та бере салады екен деген сөздері Самалды әртүрлі ойларға жетелей бастады. Ал көршінің бүгінгі сөзі Самалдың күдігіне соңғы нүктесін қойды. Негізі аңқаусың ғой. Ұлды болдым деп бақыттан басың айналып жүрсің. Сенің күйеуіңде менің күйеуім сияқты бүлдірген бір тірлігі жоқ па екен осы? Есіңде ме? Осыдан неше жыл алдын баяғыда жас кезімізде ше. Өзің білесің ғой. Бір қыз сіздің күйеуіңізден 2 қабатпын деп үйге келіп еді. Есіңде ме? Құдай-ау, мен не көрмедім десеңші. Сол күндерді есіме алсам, мен емес сияқтымын. 1 жылдай ажырасып бөлек тұрып едік қой. 1 жылдан соң күйеуім өзі келіп еді сүмірейіп, кешірім сұрап. Анау жезөкшесі басқамен жүріп кетіпті. Әрең кешіріп едім. Балалар болмағанда кешірмейтін едім. Сол бала қазір үлкен жігіт болып қалған шығар. Күйеуім оны менің балам емес дейді. Бірақ қайдам, күйеуіме сенбеймін. Құдай берді деп жүргенде, ертең Құдай ұрып жүрмесін сені, деген көршісі аспанда ұшып жүрген Самалды топ етіп жерге түсірді. Кешке дейін Самалдың уақыт өтпей, жанын қоярға жер таппады. Бесіктеп сылдап ұйықтап жатқан баланың бетіне қарап отырды да қойды. Рас, мұның да күйеуі оңып тұрған шамалы. Біраз өнерін көрсеткен. Әнеу бір Әйгерім деген қызбен әуегей болып, шаңырағы шайқала жаздап еді бір кездері. Мүмкін әлі де сол сылқымен жүрісін тоқтатпады ма екен? Өз ойынан өзі шошыды Самал. Оның дәл қазіргі күйін ешкім сезіне алмаса керек. Бесте жатқан бала қымбат, нәрестеде тұрған жазық жоқ. Қандай жағдай болса да, бала өзінікі болып қала бермек. Ешкімге бермейді енді баланы. Осыдан қайғайсысы келіп, баланы емденсе, қолында өлуге бар. Аз күннің ішінде өзі туғаннан да артық жақын болып кетті ғой бұл бала. Қандай күш,
Қандай сиқыр жіпсіз байлап тастады екен сәбиге. Өзі де түсінбейді. Бірақ бұл жердегі құпияны білгісі келеді ол. Жүрегі шарылып кетсе де, ол шындықты білу керек. Сол оймен кешке жұмыстан келген күйеуіне алыстан орағытпай сұрағын төтесінен бірақ қойды. Қалдыбек, менен ештеңе жасырып жүрген жоқсың ба? Деді дастархан басына жайғасқан күйеуіне. Нен жасырады екенмін? Қалдыбек Самалға сұраулы жүзін қадады. Өзің білесің. Мен білмейді екенмін. Айтсайшы жұмбақтамай. Құдай берген жайында. Ол неге сенен аумай қалған? Сол ма айтайын дегенің? Кемпірім-ау, жаман қорқытып жібердің мені. Деген Қалдыбек кесені алдына жақындатып, асығыс тамағын іше бастады. Әйгерімді соңғы рет қашан көріп едің? Шыныңды айтшы. Осы сен екеуің мені ақымақ қылып жүрген жоқсыңдар ма? Деді Самал бесіктегі баланы шешіп, емізбек болып. Қалай сонда? Не деп тұрғанын білесің бе? Иә, білемін. Жасырмай айт. Сені түсінуге тырысамын. Тек мені ақымақ етпеңдерші. Мақұл ма? Бала менікі онсыз да. Бұл баланы енді ешкім менен тартып ала алмайды. Егер бір күні сол Әйгерімнің келетін болса, шашын жұлып, аяғын сындырып өлтіріп тастаймын. Өлтіремін, естің бе? Деген Самалдың көзінен ытқып-ытқып жас шығып кетті. Ей ақмақ, айқайлама, баланы шоштасың. Не де отырғанын білесің бе сен өзі? Әйгерім күйеуге тимекші. Немене? Оның күйеуге тимекші болып жүргенін білсең, әлі күнге дейін байланыста болғансыңдар ғой, Жұмыстан кетіп қалды, басқа қалаға дегенің қайда? Мен алдап келдің ғой осы күнге дейін. Оңбағандар. Айқайлама деймін саған. Әйгерім деп бір күн өлетін шығарсың. Онымен арамызда ештеңе болған жоқ деп неше рет айттым саған. Неге сенбейсің? Әйтеуір бірдеңе шығарып, қанымды ішіп алмасаң, сен қатының көңілің көншімейді. Бұл баланың жазығы не енді? Құдайдың бергені де өзімізге ұқсатып. Мен өзім де таңмын, түсінбеймін. Өтірікші, оңбаған десе, шындығыңды айта салсаң, түгін кетпейтін еді. Тетін күйеуіне тие берсін. Бірақ менің балама жоламайтын болсын. Айтып бар сайқалыңа. Не деп кеттің сен өзі? Баланың маған ұқсағанына қайдағы бір Әйгерім жазықты ма енді? Әйелдің шашы ұзын, ақыл қысқа деген осы екен. Дастархан басында отырып, екеуі ұзақ айтысты. Қалдыбек шыры-пыры шығып ақталды. Ал Самал күйеуін мойындатамын деп барын салды. Күйеуі мойындамады. Өзің мойындай салсайшы. Әйтпесе Әйгерімге барамын. Бетіне айтып, баладан бас тартамын деп тіл хат жаздырып алып келемін. Ертең күні тағы да менің балам деп келіп тұрмау үшін барамын Әйгерімге, деп безірейді Самал. Әйелінің айқайынан шаршап кетсе керек. Қалдыбек соңында қолын бір сілтеп. Бар, қолынан келген істеші. Маған не дейсің? Ойыңа не келеді соны істе. Маған тыныштық бер айналайын, деп құтылғандай болды. Самал Әйгерімнің үйін жақсы біледі. Баяғыда келіп, сойқан шығарып кеткен. Басқаны ұмытса да, Әйгерімнің мекен жайын ұмытпайды ғой. Ұмытпайды. Ол өз ісіне есеп бермеді. Әйгерімнің быт-шытын шығарып, қағазға баладан бас тартамын деп жаздырып, қол қойдырып алу керек қалайда. Дәл қазір оның басқа арманы жоқ. Баланы қағаз жүзінде меншіктеп алғанда ғана көңілі тыншиды. Бір жағынан қызғанышпен, екі ортада мұны ақымақ етіп жатқандар күйдіріп барады. Көрсетеді әлі, кімнің ақымақ, кімнің ақылды екенін. Ертеңіне Қалдыбек жұмысқа кеткенде, Самал екі бөпенің бірін жетегіне, бірін бауырына алып, таксилетіп Әйгерімнің үйіне келді. Ал бұл кезде отырған қыз орнын табады дегендей, жасы әжеп дәуірге келіп, енді тұрмысқа шығып жатқан оның ұзату тойы болып жатқан еді. Есігінің алдында көліктер мен қыж-қыж қайнаған тойдың көрінісі. Таксиден түскен Самалды бұл көріністе тоқтата алмады. Көгеріп сазарған күйі, ол ішке қарай қадам басты. Келген қонақтардың бірі болар деп, оған пәленде ешкім мән берген жоқ. Шат-шадыман әуен, көңілді адамдар да бұл әйелді алған бақытынан тайдыра алмады. Керісінше, олардың бәрі мұны мазақ етіп, үстінен күліп жатқандай әсер етті. Одан сайын ыза қыса берді бойын. Әбден бүлдіреріне бүлдіріп алып, енді түк болмағандай, бет ашылмаған періште қыздай ұзатылып жатқанын қарашы. Осылай оңай құтылып кетемін деп ойлаған шығарсың. Деген оймен Самал ауланы кесіп өтіп, түке үйдің табалдырығын аттады. Құдалар отырған төргі бөлмеге бара жатқан жерінен Әйгерімнің анасы байқады. Байқады да, жаны ұшыра келіп, оның алдын тосты. Самал жақсы таниды. Баяғыда бір келіп төңкеріп кеткен. Еш ұмытпайды.
Үлпілдетіп отырған әппақ қызына күйе жағып, жөнсіз қаралып кетіп еді. Тағы не болып қалды енді? Баса көктеп неменеге келіп тұр? Масқара-ай, құдалардың алдында шерменде болмаса жарар еді. Ей, не қып жүрсің мұнда? Деген Әйгерімнің анасы Самалға сыбырлай жекіді. Самал оны көзге делмеді, сөзінде тыңдамады. Оны итеріп төр жаққа өтіп кетпекші болып жұлқынды. Қызмет етіп, шауып жүрген басқа қатын қалашта байқап, үмиле қалды бұл жерге. Самалды қоршауға алды олар. Жіберіңдер мені, Әйгерімді көруім керек. Бір ғана өтінішім бар, шу шығармаймын. Қорықпаңдар, деген Самал олар қаумалап, итеріп сыртқа шығарып жібермекші. Рас, ол бұл жаққа жеткенше иіннен әрең демалып, Әйгерімнің екі иығынан жылу жеуге дейін бар еді. Той көрінісі оны сәл сабырға түсіргендей. Тек қағазға баладан бас тартамын деп жаздырып аламын да, үндемей шығып кетемін деп ойлап еді аулаға кірген кезде. Бірақ мыналар жабылып сыртқа сүйреуде. Екі өпенің шырылдап жылағанына да қарайтын емес. Үндемесе таптап барады ғой. Әйгерім, шық бері, масқараң шығарамын әйтпесе, деп шыңғырды бір кезде. Сәукелесі сүйретіліп, Әйгерім жүгіріп сыртқа шықты. Самалды көріп, қол-аяқ қалтырап кеткен өз сезбей тұр. Мынау бәле тағы келді ме? Құдай-ау, қашан құтылады екенмін мынау қарақатынан? Күйеуімен бір рет командировка бірге шығамыз деп басым бәлеге қалды-ау. Аллам, өзің сақтай көр, тып-тыныш қана кетсінші, деп іштей күбірлей берді. Қалдыбек пен Әйгерім өндіріс цехында бірге жұмыс істейді. Басқа қаладағы филиалының жұмыстарына байланысты бастық екеуін бірге іс-сапарға жіберген ғой. Бірі есепке жақсы, бірі өз ісінің маманы деп. Сол басқа қалада жүріп, бос уақыттарында екеуі қыдырып, әдемі жерлерде суретке түсіп, мейрамханадан бірге тамақтанғандары бар еді. Әйгерімді иығынан құшақтап түскен суретін Самал күйеуінің телефонынан көріп қояды. Міне, сол сәттен бастап Қалдыбекке күн жоқ. Қит етсе, Әйгерімді айтып, күйеуінің қанын ішіп алатын болған. Екі қыздан кейін перзентті бола алмай, күйеуімнің ұрпағын жалғастырушы ұл таба алмадым деп, Самал күйзеліске түсіп жүрген уақыт еді. Түймедейді түйедей, жоқты барды етіп алғанды өзі. Әйгерімді күдігінің уысынан шығара алмай, сол жорамалына өзі әлі күнге сенеді. Әйгерім, баладан бас тартамын деп жазбағаныңша, мен бұл үйден кетпеймін. Самал баланы бауырына қыса түсті. Қандай бала? Не деп тұрсыз? Деген Әйгерім шәңк ете қалды. Білмей қалады деп ойладың ба? Түк болмағандай судан таза, сүттен ақ болмай-ақ қойшы. Адамнан жасырғанды Алладан жасыра алмайсың, шырағым. Міне, көрім мына баланы. Біздің бауға тастап кеткен балаң осы, деп айқайлады Самал. Ойбай-ау, құдалардың алдында масқара болдық, масқара. Әй, бер келіңдер, көлікке мінгізіп алып кетіңдер мыналарды. Әйгерім, сен де бар, басқа жақта жасаңдар разборкаларыңды. Деген сол үйдің үлкен келіні ауладағы еркек кіндіктерді шақырды. Екі жігіт Самалды қаңбақ құрлы көрмеді. Бірі бөпелерді көтеріп, бірі Самалды өңгеріп алып, көлікке қарай жүгірді. Олардың ізінен Әйгерім де ерді. Құдайдан қорықпайтын қандай адамсыз өзі? Неге маған кенедей жабысып алғансыз? Тыныштық беріңізші маған. Қалдыбек ағайды ағамдай сыйлаймын ғой, деп жылады Әйгерім көлік ішінде. Өтірік айтпа. Біздің үйге баланы тастап кеткен сенсің. Неге мойындамайсың? Сенен ештеңе сұрамаймын. Мейлі күйеуге тиіп бақытты болып кет. Тек маған баладан бас тартамын деп жазып бер, деген Самалда қайтатын емес. Менің балам емес қой бұл. Неге түсінбейсіз? Онда кімнің баласы? Білмеймін. Маған тыныштық беріңізші. Өтінемін. Әйгерім ағыл-тегіл жылап отыр. Бетінің бояуы ағып, жүзін айғыздап жіберіпті. Негізі Қалдыбектің сыртта жүретін бір көңілдесі бар. Жүрегім сезет. Сен болмасаң, кім сонда? Самалдың да жүзін көз жасы жуды. Кішкене ғана көліктің іші азан-қазан. Дәл қазір Әйгерім мынау әйелден қалайда құтылу керек. Оның үстіне сәті келіп тұрған сияқты. Шындықты айту керек қой. Қазір бұл айтпағанда басқа кім айтады? Байғұс Самалдың жазығы не? Өтірік емес, шындықты айтады. Есепші апайдан кегін осылай алғысы келді. Жұмыста есеп қисап дұрыс болмай, өзінің қате жасаған тірлігін Әйгерімге жауып қойып, әбден қинап еді кезінде. Бала кімдікі екен білмеймін, бірақ мені ескеніңізде ешкім білмесін. Сол кезде ғана айтамын. Нені айтасың? Самал жылауын тоқтата қойып, Әйгерімге жалт қарады.
Айтпаймын, ешкімге айтпаймын. Сен айтқаныңды ешкім білмейтін болады. Ант беремін, сенің айтқаныңды ешкім білмейтін болады. Я, ағайдың жүрісі, қалай айтсам екен, жұмыста Дария апаймен екеуі жүреді. Жұмыстағылар бәрі біледі, деп қойып қалды Әйгерім. Самалдың аузына құм құйылды. Даудың басы осы жақтама десе, Дайрабайдың көк сиырында екен ғой. Бәсе, Дарияны онша ұнатпайтын. Талай рет күйеуінің қызметтестерімен дастархандас болды. Төрде ешкімге сөз бермей, ауыз-аузына жұқпай сөйлеп, бәрін билеп, төстеп отыратын сол әйел алғаш көргенде-ақ ұнамап еді. Бекер емес екен. Ол талай ойды шарлап отырғанда Әйгерімнің ұялы телефон шырылдады. Болашақ күйеу-ау, кетпей тұрыңдар, түсіндіремін, сен ойлағандай емес, деп Әйгерім шырылдап ақталуда. Самалдың оған мән беретін жайы жоқ. Дария жайлы естіп, өзі сең соққандай күйде отыр. Бір кезде ол, мен осы жер тастап кетіңдер. Тоқтат көлікті, деп бұйыра сөйледі көлік жүргізуші балаға. Ертерек құтылайық дегендей, ол да Самалды жол жиегіне түсіріп кетті. Өздері әлгіндегі жағдайдан кейін кетуге жинал жатқан құдалардың алдын тоспақ болып, көлікті кері бұрып, жылдамдықты тездетті. Әйгерімнің айтқан сөзі есеңгіретіп тастады ма, екі сәбиін құшақтаған күйі жол жиегіндегі көлеңкеде ойға шомып отыр. Дариямен жүз көріскен сәттегі әрбір көріністі қайта-қайта ой елегінен өткізе бастады. Дарияның күйеуімен ержетіп, бойжетіп қалған бала шағасы бар. Тіпті құда жекжат арттырған адам ғой. Қалай сонда? Некелі күйеу бола тұра жүріске салыну мүмкін бе? Әйгерім шындықты айтты ма екен? Әлде басын алып қашу үшін өтірік жала жапты ма? Қалай түсінуге болады? Жел болмаса шөптің басы қимылдамай деуші ме еді? Не дегенмен бұл жерде бір сыр бар. Сыр болғанда да сұмдық енді. Ал бала жайына келсе, Дарияның тірлік емес. Немере сүйіп отырған кексе әйел мұндай тірлікке бармайды. Әлде де сол Әйгерімнің ісі шығар. Өз басын алып қашу үшін осылай өтірік айта салған болар. Бірақ жұмыстағылардың бәрі біледі деді емес пе? Деп өз ойымен әлек болып, сол орында қанша уақыт отырғаны белгісіз. Жанына көлік келіп тоқтағанда ғана есін жиды. Қайда барасыз? Балалармен айдалада нағып отырсыз. Апарып тастайын баратын жеріңізге, деген жүзі жылы жігітке қайта-қайта алғысын айтып, көлігіне отырды. Дарияның үйінің мекен жайын айтты. Бұл барғанда Дарияның түстікке үйге келген уақыт еді. Үйінде келіні, немерелері бар екен. Сұп-сұр болып, естен кіріп келген Самалды көрген Дария орнынан ұшып тұрып кеткенін өзі де байқамады. Келе ғой, кел төрлет, деп өз орнын ұсынған Дария бәйек болып жүр. Келінін шақырып, шайды жаңалап, дастарханға тәтті пәттісін қойып, құрақ шуда. Ештеңеге әуре болмаңыз, қазір кетемін. Келмей жатып кетемін дегеніңде, қазанға ет салайын, деген Дария елпілдеп жүр. Енесінің анау-мынауға елпілдей қоймайтынын білетін үйде келінде таң. Үй апа, не болды сізге? Құдағиыңыз келгендей жалпақтап кеттіңіз ғой. Реңіңіз де қызарып кетіпті. Давлениеңіз көтеріліп кеткен жоқ па? Өлшеп көрейін да, деп қояды келін. Жоға, бәрі жақсы. Шайыңды дайындап болған соң балаларды алып, арғы көшеде тұратын әпкеңнің үйіне барып келші. Кешке дейін біз өзіміз бастаңғы жасаймыз. Дария күлген болды. Келінге де керегі сол. Дастарханды жайнатып қойған соң, балаларын ертіп тайып тұрды. Оған дейін Самал қалап қойған мүсіндей мелшиіп отырды да қойды. Наннан ауыз тиген жоқ. Үйде екеуі қалғанда бет жыртысып, шаш жұлысатын жастан өттік қой. Не үшін келіп отырған білетін шығарсыз. Бұл қалай? Самал Дарияның көзіне тік қарады. Не? Мен түсінбей тұрмын. Тыныштық па жаным-ау? Дария лып-лып етуде. Жұмыстағылардың бәрі біледі. Мен ғана білмейді екенмін. Қалдыбек екеуіңіз не бар араларыңызда? Осы жасқа келіп, некелі күйеуіңіз бола тұрып, халық айтса қалт айтпайды дегендей, жұмыстағылар да біледі екен. Құдай-ау, сол ма? Деп тырқылдап күліп алған ол. Негізі білген едім сондай өсек тарататындарын ше. Сонда да қойшы деп. Қалдыбекті бастыққа айтып жүріп, айлығын көтерткізгенмін. Бастық менің туысқаным екен білесің. Менімен санасады не болса да. Обалы не керек? Қалдыбек мықты маман ғой. Жұмысында да жауапкершілік көп. Ол басқалардан артық жұмыс істеп, солармен бірдей айлық алуы керек пе? Әділдік емес қой, айтшы өзің. Сол ғой жағдай енді. Бастықта
Мен де Қалдыбекке құрметпен қараймыз. Соны көре алмайды жұмыстағылар. Көре алмайды. Ойлап тапқандар сол да енді. Қалдыбек екеуміз теңеп. Ой, қай бетіміз шымшиын. Қой айналайын. Ошақ жаққа келгеніңді бұл сөзіңді ешкім естіпесін. Ұят-ай, осы жасқа келіп, немере сүйіп отырғанда Құдай сақтай көр. Деген Дария ұзақ сөйледі. Өтірікті шындай, шынды өтіріктей айтып, жұртты сендіре алатын қасиеті бар оның. Көз жасы мөлтілдеген Самал оған сенгендей болды. Қалдыбек кейде жұмыста дұшпандары бар екенін, кейбірі аяқтан шалмақшы болғандарын айтып күйіп алатын. Күйеуінің сол сөздерін де есіне алды. Бәсе, олай болуы мүмкін емес. Әйгерінің сол сөзіне сеніп келген мен де ақымақ. Ұят болды-ау, басқа кім болуы мүмкін? Мақұл, көңілдес жоқ болар. Бірақ баланы бауға тастаған кім? Деген оймен ол орнынан тұрды кетуге жиналып. Қуыс үйден құр шықпау керек деп, лыпылдаған Дария сандығын ақтарып, екі бөпеге костюмшік кигізіп, өзіне ақ жаулық сыйлады. Шыланның басына ақ құйып шығарып салғандай, оңай құтылып кеттім десе керек. Бірақ үйден шығып еді, дәл терезе түбінде Дарияның күйеуі отыр екен. Екеуінің әңгімесін түгел естіпті. Бұл қайдан пайда бола кетті? Жұмыстан бүгін ерте келе қалды. Құдай сақтай көр. Күйеуін көрген Дария тұрған орнында құлап қала жаздады. Самалды ары қарай шығарып салуға да шамасы келмей, үйге қайта зып етіп кіріп кетті. Самал Дарияның күйеуімен бас есесіп амандасты да дарбазаға жақындай берді. Сыртқы есіктен шығып бара жатқанда оның шыңғырған, күйеуінің ақырған дауысы естілді. Әдетіңді әлі қоймадың ба? Кемпір болғанда да жүрісіңді қоя алмайтын болдың-ау сен салдақы. Деген күйеуінің бақырған, Дарияның жоқ олай емес, өтірік қой оның бәрі, өсекке неге сенесің деп шыңғырған үні бұл ұзап кеткенше құлағында шаңғырып тұрды. Қайта барып, екеуін ажыратуға мұршасы жоқ. Өзі онсыз да сүйретіліп әрең келеді. Я, жұмыстағылар айтып жүргендей, Қалдыбек пен Дария көңілдес емес. Тек бір отырыста екеуі мас болып қалып, тәртіп бұзғандары бар. Жұрт көзінен именбей, отырыстан кейін екеуі құшақтасып қонақ үйге кеткен ғой. Басқалар көрген, бұл екеуінің бірін-бірін сүйреп, тәлтіректеп қонақ үйге бара жатқандарын. Бар жоғы сол ғана. Бір-ақ рет. Естерін жиған соң екеуі де өз істеріне өкініп, бұл тірлікті қайта қайталамайтындай етіп серт беріскен еді. Сол ғой енді Дарияға қатысты бар жағдай. Ал күйеуі оның жеңілтек мінезін біледі. Екі-үш рет үстінен де түсіп, екі-үш рет ажырасып, қайта қосылып, ырың-жырың өмірлері өтіп жатқан. Кешке жұмыстан келген Қалдыбек Самалдың дел сал, біртүрлі күйін көріп қорқып кетті. Не болды, бір жерің ауырып тұр ма? Деп киімін ауыстырып жатып. Бүгін Әйгерім мен Дария апайының үйіне барды. Немене? Қалдыбек сілейіп тұрып қалды. Баланы кім тастап кеткен білмей, мен қайтпаймын. Екеуі де мойындаған жоқ. Екеуі де мені сылап-сипап шығарып салды. Олар сендіргендей, мен сенгендей болдым. Бірақ менің жүрегіме қанжар сұққандай қазір қанталап тұр. Сенің сұйық жүрісінің ізі жүрген сайын қараңғыланып, қоюланып барады. Сырттағы былық-шылығың көп екен. Қорқып отырмын. Сұмдық қой. Мынауың сұмдық қой, Қалдыбек. Естіп тұрсың ба? Көрінген етектіні бос қоймайтын соншалықты ессіз бедің? Самал айқайды бастады. Екі езуі көпіріп, кеуін жерден алып жерге салуда. Басы салбырап үнсіз отырған Қалдыбек әйелінің сөзін бөлмеді. Айқайлап жылап, шерін тарқатсын, ашуының желін шығарып алсын деп сабыр сақтады. Әбден айқайлап, жылап босап қалған Самал сәлден соң тынышталғандай болды. Осы кезде ғана тамағын жөткірінген Қалдыбек сөз бастады. Саған шындықты айтатын кез келді. Мейлі, ерте ме кеш пе, белгілі болатын еді бұл жағдай. Сырттан ескенше, өзімнің айтқаным жөн болар деп, ұзақ уақыт сақтан құпияның құлпын аша бастады. Саған үйленбей тұрған уақытта болған жағдай еді. Бойдақ едік, қалай айтсам болады. Былай ғой енді, жігітік шақта тепсініп, қармыз шауып тұрған кез ғой. Жолдастармен тауға демалуға бардық. Қыздар келіп еді. Сол жерде бір қызбен демалдым менде. Бірінші рет көруім ол қызды, кейін бір-бірімізді көрмедік. Бірақ біраз уақыт өткеннен кейін ол жүкті болып қалғанын айтты. Мен оған сонда да үйленбейтінімді жеткіздім. Былай ғой енді, жеңіл жүрісті қыз еді. Сонда да босанып алғанын, баласы өсіп жатқанын маған бірнеше жылдан кейін кездесіп қалғанды айтты. Өзі қатты әбершіп кеткен. 2 рет тұрмыста болып ажырасып кетіпті.
5 балалы болып үлгерген екен. Жағдайы өте қиын екен байқадым. Жаным ашыды. Үйіне бардым. 10 жасқа келіп қалған баламның жағдайын көріп, жүрегім ауырды. Адам тұратын үй емес енді анау жер. Балаларға обал. Шүпірлеген шеттей сәбилер қара нанның өзін таласып жеп отыр. Шешесі кафенің полын жуып, әйтеуір өлместің күнін көріп жүр екен. Балама жаным ашыды. Жасырмай, ашық айта берейін. Мен қаржылай көмектесіп тұрдым, ұлым ержеткенше. Оқуын оқыттым, жер алып бердім. Сол балам пысық шығып, қазір үй салып, бауырларының бәрін сүйреп жүр. Баламмен хабарласып, кездесіп тұрамыз анда-санда. Ал енді Құдай бергенің сол балаға қатысы бар ма екен? Мені сол жағдай алаңдатып жүр. Міне, бар шындық осы. Өзің ойлағандай басқа былықшылығым, бүлдірген тірліктерім жоқ. Сенен жасырған ең үлкен құпиям осы. Реті келіп айтқанымда дұрыс болды. Түсінемін, саған оңай емес. Бұл құпия үшін кешірімде сұраймын. Деген Қалдыбек сырды ары қарай жасыра беруді жөн көрмеді. Самал бұдан да сорақы, сұмдық жағдайды тыңдауға дайын еді. Тіпті мен сенімен ажырасамын, баланы алып кетемін, баламның анасымен бірге өмір сүремін деген сөздерді де естуге дайындалып, жүрегі қысылып құламау үшін жиі-жиі тыныстап отырған бет еді. Бұл жаңалықта оңай тиген жоқ. Не істейді? Солайда солай екен деп, шашын жұлама, бетін тырнай ма? Не өзгереді дейсің? Қыздарын тұрмысқа беріп, құда жекжат арттырайын деп жатқанда, сенің жасырған балаң бар екен деп, ажырасқандары дұрыс болмас. Ішкі дүниесі қайнап, аласапыран болып жатса да, ол барынша сабыр сақтады. Жүзін жуған көз жасын сілкіп тастады да, мен де көрейін балаңды. Сөйлесейік, деді. Неге олай айтқанын өзі де білмеді. Әйтеуір Қалдыбектің ұлын көргісі келіп барады. Мәрмәр тастан өрілген қос қабатты үлкен үйдің алдына келгенде, Самалдың аузы еріксіз ашылды. Балаңның үйі осы ма? Осы үйді балаң өзі салды ма? Дәл осылай деп ойламаппын, деп басын қайта-қайта шайқай берді. Айтып едім ғой, балам мықты шықты, жаста болса үлкен тірліктер жасап жүр, деген күйеуін жақтырмаса да, Самал шын таңданды. Қарындастарым тұрмысқа шықса жәрдем беремін деп жүр. Ақылды өзі. Мұнда керемет екен. Екеуі көлік ішінде сөйлесіп отыр. Ұлы шығу керек үйден. Бірақ баласының орнына екі қолын беліне таянып, томпақтау келген бір әйел шықты. Бұларды көргеннен айқайды салды. Немене, тағы ақша сұрап келдің бе? Балам жоқ үйде. Өзің ғана келмей, қатынды да ертіп келетін болғансың ба? Келуші олма, ақша да сұраушы олма. Сенің қыздарыңды бағуға міндетті емес ол, деп тұр. Қалдыбек 2-3 рет қаладағы қыздарының оқу ақысын төлей алмай, осы баладан алғаны бар еді. Соны айтып тұрғаны ғой. Қалдыбекте бұл әйелдің мінезіне ет өліп кеткен сияқты. Оның сөздеріне еш шаспай, алған ақшаны түгел қайтарып бердім. Уайымдама, Дамир шақыр, деді. Өзі Самалдан ыңғайсызданып барады. Таңертең Дамирмен сөйлескенде, түке үйге келе беріңіздер. Мама бүгін ауылға кетеді деп еді. Бұл әйелдің жалмаң етіп шыға келетін қайдан білсін. Баласының үй жайын көрсетіп, Самалға бір мақтанбақшы да еді бір жағынан. Ендігісі көлігін кері бұрып, тұра қашқаны жөн болмас. Өзіне салса, бұл әйелдің түрінде көргісі жоқ. Бала бар ғой ортада, бала бар. Дамир шақыр дедім саған, деген Қалдыбек даусын зор айтты. Анау әйелге де керек осы емес пе еді. Шындықты жасыра бергеннен пайда таппас. Бұдан кейін бұл өтіріктің зияны тимесе, пайдасын көрмесі анық. Балам деп алып, жиі жолқыш болып кетті екеуі. Баламның бар тапқан тауыспай тұрғанда, Қалдыбектің бетін әрмен етейін деген оймен ол, Дамир сенің балаң емес. Оны өз әкесі іздеп келді. Біздің өмірімізге бұдан кейін араласушы олма. Дей бергенде үйден иығына сүлгі жамылып, дұрыстап сүртініпті үлгермеген Дамир жүгіріп шықты. Су шаштарын сілкіп тастап, мама, кіріңіз үйге. Мен айтып едім сізге. Анасын иығынан құшақтап, ішке кіргізіп жіберді. Шешесінің аузы жабылатын емес сонда да. Балам, қазір айтпағанда қашан айтамыз енді? Қашанғы жасырасың? Сен айтпасаң мен айтамын деп неше рет ескерттім өзіңе. Болды жетер. Сенің өзек әкең бар. Ол сені іздеп келді. Өз әкеңді ренжітпесейші. Ессіз әйелдің үні өшетін емес. Көлік артында бәрін тыңдап отырған Самалда үн жоқ. Жылап кеткен баласында жұбатпай, қаперінен не болып кеткен түсінбей отыр. Ол түгілі Қалдыбек өз құлағына өзі сенбей, жүзі жуған шүберектей ағарып кетіпті. Анасын ішке кіргізіп жүрген соң Дамир
Кешіріңіз әке, анамды білесіз ғой, душта едім, келгеніңізді байқамай қалдым. Таңертең бүгін ауылға барамын деп еді, ертеңге қалыпты. Сол душқа түсіп болған соң өзіңізге хабарласпақшы едім, басқа жақта жолығайық деп. Үлгере алмай қалдым ғой, деді көлік алдына жайғасып. Артына бұрылып самалмен амандасып, жағдай сұрап, елпілдеп ақ отыр байғұс бала. Өз аласа бойлы, тығыншықтай ғана, ақ сарының өңдісі екен. Қалдыбек дегенің иығына екі кісі мінгендей, зор денелі, ұзын бойлы, қаратордың красавчигі емес пе, Самалдың сөзімен айтқанда. Сонымен баудан табылған нәрестенің құпиясы жайына қалды. Әке, анамды кешіріңіз. Ол не айтса да, менің әкем сіз болып қаласыз. Дамир өзінің кінәлі сезініп отырғандай. Білмеймін ғой, мен танымайтын біреу келіп, анамның басын айналдырып балған ба? Адам сенбейтін сөздерді айтып жүр. Сіздің орныңызды ешкім баса алмайды, әке. Алғаш рет сізді көргенім әлі көз алдымда, еш есімнен кетпейді. Сол кездегі сіз әкелген сүт пен нанның дәмінде ұмытпадым. Ұмытпаймын. Әке, бірдеңе десеңізші. Мен сізге өмір бойы қарыздармын. Әке алдындағы перзенттік борышымды да өтеймін. Қарындастарымды өзім ұзатамын. Інілі де болыппын ғой, әке. Неге айтпағансыз маған? Деп артына тағы бұрылып, бөпеге қарап күліп қойды. Қалдыбекте үн жоқ. Сол үндемеген күйі Самалды үйге келіп тастады да өздері ары қарай кетті. Дамирдің анасы айтқандай, ол Қалдыбектің баласы емес. Аңқылдаған, ақ көңіл мінезі ғой оны тұзаққа түсірген. Кімнен жүкті болғанын өзі де білмейтін Сұрқия нысанасын Қалдыбекке бұрған. Ал арадан неше жыл өткенде шиеттей балалардың қиын ахуалын көрген ол қамқорын алмаса, өзге түгілі өзін өзі кешірмейтін еді. Табысының бір бөлігін осында асырып отырғанда сондықтан. Дамирдің талабын байқап, оқытты, шоқытты. Кәсібін бастауда қолдау білдіріп, айналымға қаражат тауып бергенді өзі. Әке үмітін ақтап, алғыр бала тірлікті дөңгелетіп алып кетті. Сол әбден аяққа тұрып, тірлігі дүрілдеп жатқанда өзінің туған әкесі пайда болып кетіпті ғой. Солай, әйелінен қаншама жыл жасырған құпиясының бетін ашқанда, арты осылай жалғасады деп ойламаған еді Қалдыбек. Әкешім деп еміреніп тұрған баланың кеудесін итермесі анық. Сонда да Қалдыбекке оңай тиген жоқ бұл хабар. Ол қатты қиналды. Алла берген баланы кім туып тастап кетсе де, іздемеймін енді. Көреміз де пешенеге жазылғанын, деді Самал бірер сағаттан соң қайтып келген күйеуіне. Айналдырған 2-3 сағаттың ішінде Қалдыбек қатты түтігіп, жүнжіп кетіпті. Кең кеудесі бүрісіп, шөгіп қалыпты. Маңдайынан тағы бір сызық орын алып, самай шаштың жартысы ағарып үлгерген сияқты. Аяп кетті күйеуін, жұбатып жүр оны. Қандай ақылды бала еді. Тіл көзім тасқа, сенің тәрбиең ғой. Әйтпесе анау шешесі солай тәрбиелеп оқыталатын беді. Балаң дұрыс айтады. Тапқан емес, баққан әке. Дамир дедің бе? Тіпай, тіл көзім тасқа. Қыздарының осындай ақылды, қамқор ағасы бар кезде мен еш ойланбасам да болады екен, деп сөйлеп жүр. Осылай айтса, күйеуінің көңіл күйі көтерілетін секілді. Бірақ Қалдыбек тек күрсіне берді. Кеш бойы тілден қалып, тек түнде тапшанда жұлдыздарға қарап жатып. Құдай берген баламыздың жағдайына қатысты бір күдігім сол Дамир еді. Көңіл жарастырған дос қыз екеуінің арасында бір жағдайлар болып, жасық пен қателік жасап қойған болар деп ойлап едім. Қызық, өзіне аумай қалған бұл бала бауымызға қайдан ғана топ ете қалды екен, деді. Жә жетер, ойланбай-ақ қойшы. Құдайдың бергені де бізге. Кімнің баласы болды екен деп іздеген сайын бір бәлеге тап болатын сияқтымыз. Қорқам ары қарай зерттеуге. Осы аз күннің ішіндегі оқиғалар қалған ғұмырыма жетеді мен үшін. Миым әлі қорталар емес көргендерімді. Самал бесікті тербетіп отыр. Бал ұйықтаған соң ұлданайын аяғына тербете бастады. Мейлі, ой түбіне жетпеспіз. Ертерек ұйықтайық. Ертең Асқардың қырқы ғой. Баламен барып тірлікті қарқ қылмасам да, қол ұшым тигізейін ошақ басына. Құдай осындайдан сақтасын. Біздікі жай еркелік шығар. Алла бізге бала берді. Шүкір етуіміз керек. Ал қайнағаның баласын алды ғой. Жап-жас күйінде кетті. Бейшара абысын қатты қиналып жүр. Құдай осындайдан сақтасын, деген Самал қызын да төсегіне жатқызып, көз ұйқыға жұмыла берді. Таң атысымен олар қара шаңыраққа жол алды. Қара шаңырақта Қалдыбектің ағасы тұрады. Асқар есімді ұлының бүгін 40 өтіп жатыр. Ажал жас кәріні таңдамайды екен. Тепсе темір үзетін,
Жап-жас жігітті ажал жұтқанда бәрі есеңгіреп қалған. Жүрегім ауырады деп жиі айтатын. Мән бермеген еді ешкім. Сол жүрек ауру ойламаған жерден, ойнап күліп отырған жерінен алып тынды ғой. Қалдыбек пен Самал естен кіргеннен абысыны жүгіріп келіп күтіп алды. Екі көзі нәрестеде. Маған бер, мен өзім қараймын. Өзің анау келіндерге бас көз болшы, деп баланы жұлып алғандай болып, қайта ішке кіріп кетті. Абысының бұл түрлігіне Самал таң. Қаралы жағдайда көңілін бөпемен жұбатқысы келген болар деп ойлады. Бірақ абысының елпілдеуінің де өз себебі бар еді. Жұрт түгел тарқағанда екеуі оңаша қалды. Абысына қалтасынан 2-3 сурет алып көрсетті. Суретті көріп, Самал таң қалды. Құдай бергеннің көшірмесі ғой мынау суреттегі бала. Қалы жоқ демесе, егіз тамшыдай ұқсап тұр. Екеуі бір сәби сияқты. Асқардың 2 айлық кезі, ал мынау 3 айлығында әкесі екеуміз орталыққа барғанда суретке түсіп едік. Жаным ау менің, көзіңнен сенің айналдым, деген абысына еңіреп жылап алды. Көз жасын сүртіп болған соң, өзің білесің ғой тентек келінімді. Асқар соны ойлаймын деп ақ, жүрек ауруға душар болған шығар. Сол қақпас бәленің қай жеріне қашық болды екен деп әлі күнге ойланамын. Екеуі үйленген соң, 1 жылда бірге тұрған жоқ. Көкбет бәле кетті ішіне баласын салып алып. Естуімше баласын туып, құрбыларының бірінің үйіне тастап, өзі Мәскеуге жұмысқа кетіп қалыпты. Бала керек емес оған. Ауырдың үстімен, жеңілдің астымен жүретін өмір керек еді баста. Ал енді қара, суреттерді салыстыр. Өзің не ойлайсың? Дәл қазір сен ойлаған ой мені де мазалап жүр. Құдай бергенің түрін көргелі. Абысыны бөпені құса түсіп. Асқарымның көзі ғой бұл. Өз өлсе де, ізін жалғап кетті алтын балам. Жаным балам, аруағың тыныш болатын шығар енді. Балаң өз шаңырағына келді, деп марқұмның суретімен сөйлесе бастады. Суреттерді көрсете бастағаннан, абысының көкейіндегісін сезіп еді Самал. Дәл осылай айтпас екен деп тілеп еді. Десе де қара жамылып, қайғы жұтып отырған оған қарсы келер батылы бұлбұл ұшқандай. Не айтарын білмей, сәйкестік болар, деді әрең. Сәйкестік емес Самал. Менің жүрегім сезеді. Менің Асқарымның баласы ғой бұл. Абысын баланы құшақтап алыпты. Қолын созып бөпесін алмақшы болған Самалды жолатпай, бөлмеден шығып кетті. Ал аз уақыт болса да, өмірдің мәніне айналып үлгерген ұлдан Самал өлсе де айрылғысы жоқ. Жүгіріп, абысының ізінен шықты. Жеңеше, баланың қарны ашты, емізетін уақыт болды, деп етегіне сүріне жүгіріп жүр. Абысын оған бұрылып та қарамады. Сыртта отырған күйеуі мен Қалдыбектің қасына барып, Асқарым тіріліп келді, Жандарбек. Міне немереміздің түрін қара. Асқардан аумай қалған. Анау қара бет желөкпенің тірлігі ғой бұл. Біздің үйге келіп тастаса да, өзіміз қуана қабылдайтын едік. Ақмақ десе, Қалдыбектің бауына тастап кетіпті. Миының жеткен жері солды енді. Міне, мынау суреттерді салыстырып көріңдерші, деген ол суреттердің бірін күйеуіне, бірін қайын інісіне ұстатты. Суретке тесіле қараған Қалдыбек бір кезде терең тыныс алды. Үстінен уайымның жүгі түскендей шалқай отырып, басын изей берді. Ал Жандарбек ата көз жасын сүртіп отыр. Өлгені қайта тірілгендей олар мәре сәре мәз. Баудан табылған баланың құпиясы ашылғанына Қалдыбек те қуанды. Өзара қауқылдасып отырғанда оның көзі Самалға түсіп кетті. Әйелі анадай жерде жолай алмай, көздері мөлтілдеп тұр. Мүсәпір кейіп кеніпті. Қалдыбектің осы кезде жүрегі сыздап қоя берді. Бұл қалай сонда? Бірден істесеңші Қалдыбек, баланы алып қайтайық үйге. Менің баламда мыналардың несі бар? Менің баламды емден алмақшы деген сөздерді әйелінің көзінен ақ оқыды. Бірақ мүмкін емес еді. Баланы алып қайту дәл осы сәтте мүмкін емес жағдай еді. Қалай сонда? Бұл менің балам ғой. Маған үйреніп қалды. Менің бауырымда өсе берсінші. Балам, балам деп етегі жасқа толып жылаған әйелін сүйрегендей болып Қалдыбек көлікке әрең отырғызды. Самал, айналайын, ақылың бар еді ғой. Асқардың аруағы үшін риза болшы. Бөтен емеспіз. Екі үйдің ортасында өседі. Айналайын, рахмет саған. Жассың ғой, етеңе әлі бала бітер. Асқардан қалған тұяқ өз шаңырағында өссінші. Балам көрінде тыныш жатсыншы, деген абысында ебіл-дебілі шығып, жылап жүр. Үйіне келген Самалдың көз жас құрғамады. Бауырынан алыстаған баласын бір құшқысы келіп, үй ішінде сенделіп, ары-бері жүре берді. Омырауынан сүт, көзінен жас атқылаған ол айналып келіп Қалдыбекке тиісе береді. Сен айтсаң болатын еді ғой. Неге үндемей қалдың, а? Баланы алып кетеміз десең,
Сенің бетіңе келе алмайтын еді. Не деген тас жүрек едің? Мені неге ойламадың? Неге мені ойламайсың, а? Өмір бойы сол ғой. Менімен санаспайсың ешқашан. Не істеймін мен енді? Қалай өмір сүремін? Деп аласұрған әйелін құшақтап алып, Қалдыбек үнсіз отыра берді. Ол бір қай жетіскеннен үнсіз отыр дейсің? Жүрегі қарс айырылуда оның да. Бірақ әйелмен бірге еңіресін бе енді? Самалды балаға деген сағыныш қатты қинады. Түнде ұйқы көрмей, күндіз ас батпай, құр сүлдері қалды. Күйеуі жұмысынан 3 күнге сұранып, әйелінің қасына көңілін аулап жүр. Баланы алып қайтайықшы деп, сағат сайын миын жететін Самалдың да бай балама азайып келеді күн өткен сайын. Көнбегенде қайда барады? Көнбеске басқа жол да жоқ. Біраз күннен соң үйге қалада үлкен қыз келді. Сессия басталды. Оқудан практикаға жіберді деп жүріп, оның да келмегеніне жарты жылдан асып кетіпті. Тек телефонмен ғана хабарласып тұратын Лаура үйдегі жағдайды естіп, ұшып келген түр еді. Қызым-ау, қатты асып кетіпсің. Оқуды жүріп, түріңе не болған? Бетіңде қан сөл жоқ қой. Мен қазір балмен шай дайындайын. Сен келеді деп таңқураймен тосапта қайнатып қойдым. Баудың түбінен әкең теріп келіп еді кеше. Міне, қазанда ет пісіп тұр, қамырын жайсам болды. Неге көңіл күйің жоқ қызым? Жолдан шаршап келдің бе? Жуынып ал да жата тұр. Мен қазір қамырды жаямын. Самал қызының келгеніне қуанып, ел билектеп жүр. Мама, мен мынау бөлмеде жатайыншы, деген көңілсіз Лаура бесік тұрған бөлмеге кіріп кетті. Тамақ жемей, еті шұқып отырған қызына Самал: Лаура, сенің түрің маған ұнамай тұр. Тыныштық па? Не болды? Сессияңды тапсырамай қалдың ба тағы да? Уайымдама, өткендегідей қайта тапсырып жабасың, деп қояды. Баланы алып кеткелі, өзіңде көңіл күйі жетісіп отырған шамалы. Бірақ онысын қызына білдіргісі келмеді. Зорлана жымиып отыр. Мама, Құдай бергенді апаға неге бердіңіздер? Деді сәлден соң Лаура. Енді солардың немересі ой, сол үйдің тұяғы. Бермеске olmadı қызым. Мен де ұлданайда бауыр басып қалып едік. Маған да оңай болып жатқан жоқ. Өзім туғандай жақын болып кетіпті, деп көз жасы мөлтілдей қалған Самал бір кезде қызына шалт қарады. Соланып келе жатқан жанарын тез сүрте қойды да, қызына қараған күйі қимылсыз отырып қалды. Қызының азып тозған кейпімен бұл сұрағының себебі миына енді жетіп, жұмсақ қамырдың өзі тамағына тас келіп тірелгендей қақалып қалды. Ей, сен қыз түсінбедім. Баланы неге сұрап отырсың? Сен оның түрінде көрген жоқсың ғой. О, қыз, бер қара. Самалдың дауысы шаңқ ете қалды. Кешіріңіздерші мені, мама. Басқа малым болмады. Күнәлі іс жасадым. Не істеймін енді? Міне өзім келіп мойындап отырмын. Өз қолдарыңызбен өлтірсеңіздер де ризамын. Мен айыптымын. Құдай берген сіздің жиен немереңіз. Құдай берген менің балам, деген Лаура екі қолымен бетін басып отырып қалды. Ой, көретінді көрмей көрге кірмейсің десейші, сорлы қызым-ай. Соры қайнаған қызым-ай. Елге қай бетімен қараймын енді? Әкеңе не айтамын? Саған берген тәрбием осы ма еді? Етегіңе ие бол дегенім қайда, ақымақ қыз? Әкеңе не айтамын енді? Мен сорлы әкеңді кінәлап, өткенін қазып жүрмін. Қызым-ай, мені тірідей жерге көмдің ғой. Үкілетіп, қалада оқытып жатқандағы айтқан рахметің осы ма? Сенің балаң болғанша, абысының немересі болған 1000 есе артық еді ғой. Қайттым енді, қайтемін. Самал қолында кішкене сүлгісімен қызның басынан ұра берді. Басын бұғып отыра берген Лаураның көзінен тамшы да жас шықпады. Тістеніп алған. Кім келіп тепкілесе де, тіпті бүкіл ауыл келіп бетіне түкіріп кетсе де, былқ ететін түрі жоқ. Қолмен жасағанды мойнымен көтеремін деп, әбден дайындалып та алған сияқты өзі. Мама, мен баланы алып кетемін. Баламның әкесімен қайта жарастым. Ол маған үйленетін болды. Ол бәрін біледі. Лаура ашудан қайнап отырған анасына қарады. О, жүгермек, баламның әкесі дейді ғой тағы, ұялмаған бетсіз десе. Бәріңізден кешірім сұраймын. Кінәлімін өте. Бірақ баламның әкесімен қайта татуластым ғой, дей берген қызына Самал: өшірініңді. Сен қалай ойласаң солай бола бермек пе? Ойыңа келгенін жасай беретін сен не аспаннан түстің бе? Қара бет қылдың ғой мені, қызым-ау. Неге бедірейіп отырсың? Бетіңді тілсе, қан шықпайтын сонша арсыз бедің? Әкең екеуміз қалай бас көтеріп жүреміз енді? Не істейміз? Самалдың айқайы есік алдына көлік келіп тоқтағанда ғана әрең басылды. Сырт есіктен дабырлап біреулер кіріп келе жатыр.
Пердені түріп қарап еді, абысын екен. Екі қолына екі бөпе көтеріп алған. Өзі мәз. Мынаусы несі тағы? Екінші бөпе қайдан тап болды? Самал орнынан ыршып тұрды. Сүріне қабына оларды күтіп алуға алдынан шықпақшы. Қыз екеуінің арасында әңгімеде ұмыт болғандай. Абысының емес, баланы көргенше асығып барады. Жаным, балапаным, асып қалған ба? Салмақ тастапты ғой, деген ол бірден Құдай берген бауырына басып, құшақтап сүйе берді. Самал, саған рахмет айналайын. Пейіліңе рахмет саған. Өзіңе рахмет айтуға және өткен-кеткен ренжіткендерім болса, кешірім сұрауға келдім. Қанша қиналсаң да, баланы маған бердің. Құдай бергеннің аяғы құт болып келді-ау. Міне, өз немереміз келді шаңырағымызға. Кеше Құдаша келіп тапсырып кетті баланы. Деген абысын шын көңілден Самалға ризашылығын білдіре бастады. Жандарбек ата да отыра қалып батасын беруде. Өз немерелеріне қолдары жеткен олар кешелі бері Құдай берген кімнің баласы болды екен деген сұрақпен бас қатыруда еді. Қазір енді осы үйдегі ахуалды көріп, дереу түсінгендей. Баланы алып, Самал қатты қуанатын шығар деп асығып келіп еді мұнда. Бірақ оның жүзінен аса бір қатты қуаныштың табын байқаған жоқ. Бөпесін құшақтап үнсіз отыр, ойға шомып кеткен. Жүзі сыныңқы Лаура мен Самалдың ашулы халінен ақ олар бірдеңені сезгендей болды. Бірақ ештеңе сұрамады. Бір-екі кесе шай ішкен соң олар кетуге жиналды. Қарияларымыздың көрегенділігін айтсайшы. Әрбір әулетте Жандарбек атамыздай бір ақсақал болса, адасқандар жол тауып, жылағандар жұбанып, бақытсыз ұрпақтар саны азаятын еді-ау. Бар жағдайды іштей сезіп үлгерген Жандарбек атамыз кетер кезде тағы да бата берді. Бата ішіндегі мынау сөздер Самалдың жүрегінде мәңгілік сақталып қалса керек. Құдай берген баламызға өз әке-шешесінің бауырында өсу бұйырсын. Келінің етегіне бала бітіп, бауырының ұрпағы жалғасып, өсіп өнген әулетке айнала берсін деп еді. Ал шешесі қанша тоқпақтаса да, көзінен тамшы да жас шығармай, безірейіп отырған Лаура атасының мынау сөздеріне еңіреп қоя берді. Орнынан тұрып, атасын құшақтап, өксігін баса алмай, әбден жылады. Лаура өзінің жүкті болып қалған жігітіне айтып еді. Ал жігіті баланы алды, қазір үйлене алмаймыз деген. Сол уақытта Лаураның қиналғанын, тығырықтан шыға алмай аласұрғанын ешкімнің басына бермесін. Солай айтқан жігітмен бұл қош айтысып кетіп қалған болатын. Баланы алдырмақшада болды. Бірақ мерзімі үлкейіп кеткендіктен босанып алудан басқа жол көрмеп еді. Оқудан демалыс алып, сіңлісі екеуі жалдап тұрған пәтерден шықпай, ешкімнің көзіне көрінбей босанып алып еді баласын. Сіңлісі Мейірбике мамандығында оқып жатқандықтан өз әпкесін өзі босандырып алған. Баланы бауға тастап кету де екеуінің ойлап тапқан амал еді. Детдомға немесе бөтенге бергенше әке-шешеміздің бауырында өссін деп тапқан апалы сіңлінің айласы еді бұл. Ал жігіті қайта келді жақында. Өлердегі сөзін айтып, кешірім сұрап, Лаураға үйленетін айтып жүр. Жүрегі жылап отырып, баласы жайында жасырмай айтып еді, жігіт іздеп келгенде. Қайтсын енді. Иттік жасаса да, әлі күнге оның жүрегіне сызып тастай алмай жүр екен. Жүрекке бұйрық жүрсін бе. Сабыр сақта келін. Бәрі дұрыс болады. Шешімі жоқ нәрсе бұл өмірде жоқ. Барлық нәрсенің шешімін табуға болады. Күйіп пісіп, айналаны топалаң еткеннен ештеңе ұтпайсың. Бәрі өз ретімен дұрыс орын алатынына сенемін. Жүйкеге салмақ салмаңдар. Денсаулықты күтіңдер. Бәрі дұрысталады. Ал біз қайтайық онда. Бұл үйге көп замай тойға жиналайық, деген Жандарбек ата мен абысын кете барды. Олар кеткен соң бөпені құшақтап, үнсіз отырған анасының қасына барған Лаура, кешіріңіздерші мені, деді тағда. Мә, баланы ала тұршы, жүрегім айнып тұр. Майлы еттен көп жеп қойдым-ау деймін. Самал бөпені қыздың қолына ұстатты. Өзі сыртқа шығып лоқсып, ішкен жеген ақтарып тастады. Үйге қайта кірмекші болған оның көзі терезеден ішке түсті. Қызы баласын құшақтап сөйлесіп отыр, жылап отыр. Ақмақтық үшін кешірім сұрап, сағынышын жеткізе алмай егілуде. Самал ішке кіре алмай, сол орында тұрып қалды. Ана мен бала сағынышын басып алсын дегендей, сырттай қарап тұра берді. Ту сыртынан келген күйеуі иығына қолын қойғанда ғана есін жиғандай оған жалт қарап, қызымызды ұрыспашы, деді өксігіне тұншығып. Арадан апта өткенде Лаураны үйден ұзатып тұрмысқа берді. Сол сүйген жігітіне тұрмысқа шықты ғой. Күйеу бала сәл қыз балау демесең,
жаман жігіт емес екен. Әйтеуір Лаураның сүйетіндігі байқалып тұр. Көзіне қарап, көңілін бағып, шауып жүр. Олар баланы нағаш атасы мен апасының тәрбиесіне беретін болып шешіпті. Айналайындар-ай, қызды құтты орнына қондырып, келім-кетімдердің аяғы тоқтаған соң, алаңсыз бір ұйықтайыншы десе, Қалдыбек хабарласып тұр жұмыс жағынан. Бүгін тойға барамыз. Әйгерімнің күйеуінің үй жағында той бүгін болады екен. Коллектив түгел барып жатыр, дейді. Әйгерімнің ұят болды. Байғұс қыздан күдіктеніп, оның бақытына балта шаба жаздадым-ау. Барып құттықтап, сыйлығымды беріп қайтайын деген оймен, ол шкафтан әдемі көйлектерін шығара бастады. 2-3 көйлегін киіп көріп еді, сыймайды. Толып кеткен бе? Айнаға қарады. Қарны кішкене домаланып шығып келеді екен. Самалдың жүрегі жарыла жаздады. Дәл осылай деп ойламапты. Бәсе, ұйқысы еш қанбай, майлы тамақ батпай, біртүрлі болып жүрген еді. Жүкті болған кезде халі өзіне аян ғой. Жүрек соғуы жиілеп кеткен ол Қалдыбекке қайта хабарласты, сүйінші хабарын жеткізу үшін. Арадан жарты сағат өтпей, жас баладай арсалаңдап жүгіріп күйеуі келіпті. Самалды құшақтап, сүйе береді. Кешке тойға бірге барды. Балаларды жолай абысының үйіне қалдырды. Тойға Дария апай да келіпті. Күйеу екеуі шырттай киініп алған. Екеуі де түк болмағандай арқа жарқа отыр. Бір-бірінен бір ел ажырамай бірге билеп жүр. Кеше қосылған жас жұбайларша. Біздің тәкең деп Дария апай екі сөздің бірінде күйеуінің көңіліне көпшік қойып қояды. Күйеуі де тәкең болып шіреніп отыр. Тойда Қалдыбек аздап ұрттағандықтан көлік жүргізе алмайтын еді. Дамирді шақырды. Сүліктей көлігімен жұрттың көзін қыздырып, ол да келе қалды. Әке, менің де үйленетін күнім алыс емес. Дайын болыңыз. Менің әкем деп сізді таныстырамын, деді Дамир Қалдыбекке көлікте кетіп бара жатып. Қалдыбек баласының маңдайынан сүйіп, арқасынан қақты. Бұралаң жол, бұл отбасының тіршілік ағымын бұлай шайқап көрді. Сынаққа алып, байқап көрді. Сағы сынбай, сабырды сергеткен бұл жандардың алдынан бақ береке ағып, әне өтір. Әңгіменің соңы.